Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима. Егер сіздер айран жақсы көретін болсаңыздар, онда менің каналыма қош келдіңіздер. Себебі бүгін біз үйден, яғни қолдан айран жасаймыз. Өте дәмді болып шығады. Дүкендегі айраннан 2 есе дәмді ғой. Осылай үйден пайдалы, дәмді айран жасайтын боламыз. Ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен бізге осындай піспеген сиырдың сүті қажет. Бұл сүтті бір ыдысымызға сүзгіштен өткізіп барып құямыз. Менде бұл жерде 2 литр сүт. Келесі кезекте сүтімізді газға қойып қайнатамыз. Сүтімізді газға қойған соң, ендігі кезекте біз сүтке қарап тұруымыз қажет. Себебі демде сүтіміз тасып кетуі мүмкін. Сүтіміз осылай көтеріліп келе жатқан кезде газымызды демде өшіріп қоймай, кішкене баяу отқа қойып қайнатамыз. Тағы да мына видеодағыдай қайталаңыздар. Сүтімізді қайнатып пісіріп болдық, ендігі кезекте сүтімізді жылытуымыз қажет. Бөлме температурасында жылытамыз, немесе осындай термометрмен 39 градус болу қажет. Үйлеріңізде термометр болмаса, қолдарыңызды салып көріңіздер, яғни жылы сүт болса, онда сүттеріңіз дайын деген сөз. Сүтімізді осындай бір ыдысқа құямыз, яғни үсті жабылатын қалпағы бар ыдыс болуы қажет. Ендігі кезекте біз айран ұйытамыз. Айран ұйытуға бізге 1 ас қасық айран қажет. Дүкеннің немесе қолдың айраны бола береді. Сосын 1 ас қасық қаймақ қажет. Екеуін қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Менде бұл жерде қаймағым дүкеннің қаймағы, айраным қолдың айраны. Енді сүтімізге осы айран мен қаймағымызды қосамыз. Сосын жақсылап тұрып араластырамыз. Енді осы сүтіміздің, яғни ыдысымыздың қалпағын жауып, үстін сүлгімен орап қоямыз. Осы оралған күйінше сүтімізді 6 сағатқа бөлме температурасында қойып қоямыз. 6 сағат өткен соң біздің айранымыз осылай болып тұру керек, яғни сұйық емес, кішкене ғана қимылдап тұр. Осылай болған жағдайда бетін жабамыз да қалпағымен тоңазытқышқа минимум 4 сағатқа қойып қоямыз. 4 сағаттан кейін алып іше берсеңіздер болады. 4 сағатқа немесе тоңазытқышқа 1 түн қойып қойсаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңызда. Тоңазытқышта көп уақыт тұрған сайын айрандарыңыз дәмді болады. Міне, біздің айранымыз осындай әдемі болып шықты, қою, дәмді болып шықты. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Қолдың айраны пайдалы, сол үстінде осы ыстық жаздың күні істеп, ішіп көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Айрандарыңызды қасықпен араластырсаңыздар, осылай сұйық болады. Ішкенге де өте ыңғайлы. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.